Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Түсіңізде жүзім көрсеңіз, қалай жоруға болады? Түсінде жүзім жеп жатқанын көрсе, онда бұл жайлылықты, тұрақты өмірді және оған жақсы жаңалықтарды келуін білдіреді. Түсіңізде қызыл жүзімді жегеніңізді көрсеңіз, онда бұл күнкөріске қол жеткізуді білдіреді, бірақ бұл оның қажеттілігіне жеткіліксіз болады. Түсінде жүзім шаранын көру оның өміріндегі кейбір қиындықтарға тап болатынын және оның өміріндегі көптеген уайымдарды білдіреді. Егер қыз түсінде ағаштардағы жүзім шоқтарын көрсе, бұл оған мақсаттарға жетуді және оның басына түсетін табыстарды уәде етеді. Түсінде жүзім шоғырынан жүзім жеу көптеген мәселелер мен уайымдарға тап болуды білдіреді. Жалғыз бойдақ қыз түсінде жүзім жеп жатқанын көрсе, бұл оның шеберлігі мен мақсатына жету жолында күш-жігерінің арқасында көп жақсылық пен мол күн көретінін білдіреді. Түсінде жүзім шырынын көретін болсақ, бұл көптеген мәселелерді шешуге, жағдайы жақсаруға және көп пайда табуға әкеледі. Жүкті әйел түсінде жүзім жеу оңай босануды және сол кезеңнен оның мазасыздануын жоюды білдіреді. Сондай-ақ түсінде жүзім жеп отырған әйелді көру оның сау бала туып денсаулығы жақсы болатынын білдіреді. Түсінде сары жүзім жеп жатқан түс көру оның тілазар ұл болатынын білдіреді. Түсінде бір жүзім жеп отқанын көру оның қызды болатынын және оның әдемі болатынын білдіреді, әсіресе түсі қызыл болса. Түсінде жүзім сатып алып жатқанын көрсе, бұл оның жақын арада алатын мол ақшасын білдіреді.